Тамшы KZ. Ұсынады. Өз күнәңмен өзгені елітпе, немесе өзгенің күнәсына ортақ болма. Ескерт. Ескерту шын мәнінде иман келтіргенге пайда береді. Зумар сүресі 55 аят. Кейбір мұсылман бауырлар күнәсі көрге кіргеннен кейінді кемемей, керісінше көбейе беретін. Сол иығындағы отырған періштесі қаламымен тоқтаусыз жаза беретін арамза амалдарды арқалап жүргендіктерінен бейхабар. Бұл қандай амалдар болды дейсіз бе? Сіз әлеуметтік желіде отырып бөліскен қандайда бір мақала, әуреті ашық әйелдердің фотосуреттері, немесе осындай мәндегі бейнероликтердің ислам талабы сақталмаған рекламалар және тексеруден өтпеген күмәнді заттардың жарнамасы бір ойланғанға еш зияны жоқ. Әдеттегі әзіл қалжыңның бірі болып көргенімен бұлай жасауға мүлдем болмайды. Себебі сол жазбаны қараған әр адамның көз зинасы үшін жазылған күнә сағанда еселеп қосылып жатқандығын ұмытпаңыз. Әлде сізге ақыретіңізге өзіңіз арқалап кететін күнәларыңыз әлі де аздық ете ме? Сол себепті артыңызға есебі есепсіз жүретін күнәлардың қалғандығын қалайсыз ба? Аса ардақты пайғамбарымыздың Алланың оған игілігімен сәлемі болсын. Үмметіне қатаң ескертіп айтқан мына сөздерін ұмытпағайсыз. Кімде-кім исламда қандайда бір күнәлі істі қайта жаңғыртса, оған одан кейін дәл сол амалды жасағандардың да жазасы бірге қосылып отырады. Әрі, екінші аталғандардың күнәсі одан еш кемітілмейді де. Алғашқыда бұл бейнероликті сіз өзіңіз қарадыңыз. Бұныңыз күнә. Онымен өз парақшаңызды бөлісу арқылы достарыңыздың күнәлі іске баруына себепкер болдыңыз. Жазбаны тамашалаған достарыңыз да оны өз парақшаларында жариялаған болуы керек. Ал олардың қанша достары бар? 1000, 2000, әлде одан да көп пе? Бұл сонша көз зинасы туып, саған сонша күнә жазылады деген сөз ғой. Түсініңізші, сіз сол ятсыз, мазмұны мұсылмандық әдепке жат жазбаны қарағаныңыз үшін қатты өкініп, тәубеге келерсіз делік. Ал өзгелерше, сіздің қолыңызбен тараған сол жазбаны қарауын тоқтатпаған тәубесіздерді қалай тоқтатпақпыз? Қияметте өзгенің күнәсін бірге арқалап, қыл арқаннан аяғын ұстайып, Алланың қаһарынан құтылмайтын күні үлкен өкінішке қалмас үшін бір сәт тәубеге келіп, ойланайық, мұсылман бауырлар. Күнәңіз аз да, көп те демеңіз. Көппен бірге көрген ұлы той деп те кемшін ойға қалмаңыз. Әркім өз пиғылы үшін өзі жауап береді. Құрсағында 9 ай көтеріп, құндақтағы кезіңізден тұмсықтыға шоқтырмай өсірген анаңызда, Алла алдына барғанда бас кешіп, балам, балам, балам деп бір күнәсін тізгіндеп ертеп кете берсеңіз, жазасын қалай өтемекшісіз? Ойлаңыз. Және Алла елшісінің Алланың оған игілігімен сәлемі болсын. Мына бір өсиетін есіңізде берік ұстаңыз. Адамдар екі топқа бөлінеді. Бірі жақсылық пен берекенің бастауы. Салихалы амалдарға себепші болғандары болса, енді бірі жанындағыларын
жаман әдетмен желіктіріп, күнәлі істерге көсем болғандар. Алла біздерді тек қана игі істерге себепші салиқалы құлдарынан етсін.